Қалай жігітіңді, күйеуіңді күткізіп қойып, ағылшын тілін оқуға болады. Менің курсымда екі түрлі студент болды. Давайте бір рандомный ат айта салайын, я. Асель және Жадыра дейін. Асель сабаққа қатысқан кезде, даже күйеуін, жігітін бәрін күткізіп қоятын ғой. То есть ол айналасындағыларға ағылшын тілін оқу ол үшін важно екенін серьезно қарайтын, түсіндіріп тастаған. Ол неден білінеді? Ол күнделікті нәрседен. Мысалы, сіз бәрін тамақ жасап жатасыз да, айтасыз, осыдан кейін сағат 8-де менде зум сабақ болады, пожалуйста, мені не беспокойте. Или отырыста отырған кезде де мен қазір сабағым басталады, так что давай біз ертерек қайтайық деген сияқты. Дәл осындай важностьті біз диктовать етеміз өзімізге де және айналамыздағы адамдарға да. И айналамыздағы адамдар осыны түсінген кезде, что это важно для нас, оның барлығы сыйлайтын болады. Ал екінші студент бізде ваннаға тығылып оқыса да, мен мазаламандаршы десе де, ар жағында толқылдатып алатын бала шағасы да, ата енесі де, я. Потому что ол үшін ол әшейін нәрсе да. То есть, мысалы, тамақ ішіп отырған кезде де менде ағылшын тілі деп ондай нәрсе айтпайды да адамның өзі. То есть, ладно, потом запись көре саламын. Ой, бара берейікші отырысқа, бүгін демалайыншы деген сияқты осындай бір несерьезный отношение көрсеткен кезде айналадағылар да оны сезіп и сыйламайды. То есть ағылшын тілін оқып жатқан сыйламауы мүмкін. И бұл бүкіл нәрсеге қатысты. Мен енді ағылшын тілі призмасынан қарап жатырмын ғой. Ал негізі сіздің бизнесіңізге де, жұмысыңызға да күнделікті бір жаңа әдет қалыптастырып дамып жатқаныңыз сіздің осы дүниеге отношениеңізға байланысты. Қарым-қатынасыңыз қандай? Сіздің қарым-қатынасыңыз серьезный, важный болған кезде айналадағылардың барлығы оны сыйлайды. Ал сіз қай типке жатасыз? Айналадағылар сыйлайды ма сіздің жасап жүрген нәрсеңізді? Сыйламайды ма?